Ювал Ноа Харари. Сапиенс. Адамзаттың қысқаша тарихы. 7-ші тарау. Жатқа жүк арту. Адамға футбол ойнау қабілетін эволюция дарытқан жоқ. Оларға тебу үшін аяқ, итеру үшін шынтақ, ілінсіп қалғанда қатты сөйлеу үшін ауыз берді. Осының бәрі пенальти салуға мүмкіндік туғызды. Үзіліс кезіндегі оқушылар өзгелермен доп ойнау үшін адамға команданың басқа 11 мүшесімен бірдей әрекет етуді үйреніп қана қоймай, мейлі оларды бірінші рет көріп тұрса да. Сондай-ақ басты нәрсе 11 ойыншының да тап сондай дәл ережемен ойнайтынын да білу керек. Жануарлар да ойын ойнайды, әсіресе шектен шықпайтын агрессияларға барады. Бірақ олар мұндай кезде инстинктке бағынады. Әлемнің кез келген қиырындағы әр күшіктің генінде бейтанысқа шабатын ережені қорғау қалыбы бар. Сол арқылы ол бірін-бірі қуаласуға шақырып ырылдайды, азуын жорта ақситады. Алайда жастарда футболға арналған ген жоқ. Сөйте тұра, олар мүлдем бейтаныс құрбыларымен ойнай алады. Себебі олардың барлығының осы спорт түрі туралы бірегей түсінігі бар. Бұл түсініктер идеяларға, яғни қиял әлеміне жатады. Оларды бәрі бірдей мойындаса ғана ойнауға болады. Тап осы негіздемелерге патшалықтар, шіркеулер мен сауда желілері де сүйенеді. Тек бір ғана айырмашылығы бар. Футбол ережелері салыстырмалы түрде қарапайым келеді. Оларды аңшылар мен терімшілер, немесе шағын қоныс тұрғындары бағынған ережелер сияқты қысқаша мазмұндауға болады. Әр ойыншының сол ережелерді игеруге шамасы келеді. Оның миында ән жаттап, әлде бір образдарға, тіпті сатып алатын заттар тізімін сақтауға да орын қалады. Ал ынтымақтастыққа оншақты емес, мыңдаған, миллиондаған адамды тартатын алпауыт жүйелер аса ірі ақпараттар ауқымын туындатады. Оларды бірде-бір адамның миы өздігінен өңдеп сақтай алмайды. Құмырсқалар илеу мен омарталар сияқты кейбір тіршілік иелері құратын үлкен ұжымдар тұрақты қалпында қалады. Себебі олардың өмір сүруіне қажет ақпараттың барлығы геномда жазылып белгіленген. Немен қоректенгеніне байланысты ұрғашы ара дернәсілі не омарта ханшайымы, не жұмысшы ара ретінде дамып жетіледі. Оның ДНК-сы екі рөлге арналған мінез-құлық бағдарламасын, сарай этикетінің де, пролетарлық ыждахаттылықтың да ережелерін сақтаған. Омарта жұмысшылардың сан алуан түрі кездесетін аса күрделі әлеуметтік құрылым. Бал жинаушы, бөбектер тәрбиешісі де, тазалықшысы да осында. Бірақ ара өсірушілер омартадан заңгерлерді әлі кездестірген емес. Араларға заңгерлердің қажеті шамалы. Өйткені әлдекім тазалықшы араларға өмір сүру, бостандық пен бақытқа ұмтылу құқықтарын беруден бас тартпады, немесе Бостон айлағына салған жұмыртқаларын суға батырып, омарта конституциясын бұзатындай қауіпте жоқ. Ал адамдар мұндай қылықты ұдай жасайды. Сапиенстердің әлеуметтік қалыбы қиял аясына жататындықтан адам ұжымы онсыз өмір сүре алмайды. Жай ғана өз ДНК-сына көшіріп алады да ұрпақтарына жалғап отырады. Осынау заңдардың, әдет-ғұрыптардың, жөн-жосықтардың, мінез-құлықтардың және адами қоғамның қызмет етуі жөніндегі нұсқамаларды құрайтын нәрсенің барлығын сақтау үшін саналы күш-жігер қажет. Әйтпесе әлеуметтік құрылыс әп-сәтте құлап тынады. Мысалы, Хаммурапи патша өз азаматтарын ақсүйектерге, қарапайым халыққа және құлдарға бөлуді заң жүзінде бекітті. Бұл табиғи бөлініс емес, адам генінен оның ешқандай ізін таба алмаймыз. Бабылдықтар патша ақиқатын өз жаттарында ұстай алмаса, олардың қоғамы қызмет міндетін атқарудан қалар еді. Хаммурапи өз ұлына берген ДНК-да қарапайым адамды өлтірген ақсүйек 30 шекел күміс төлеуге тиістігі жөнінде ақпарат жоқ. Хаммурапидің өз ұлдарын патшалық заңына оқытып үйретуіне тура келді. Ұлдар мен немерелері де осы ақпаратты ұрпағына саналы түрде дарытты. Империялар мен патшалықтар ақпараттың ауқымды мөлшерін өндіреді. Заңдарға қоса мәмілелер мен алым-салықтар туралы есептерді, соғыс бола қалған ретте пайдаланатын қосалқы қордың инвентарлық жазбаларын, сауда кемелерінің тізбесін, мерекелер мен мерейлі жеңістердің күнтізбесінде сақтап қою керек. Миллиондаған жыл бойы адамдар ақпаратты күнделікті пайдаланатын құралда өз басында сақтады.
Өкініштісі, адам миы аса ауқымды көлемдегі деректер жиынтығын сақтауға үш негізгі себеп бойынша жарамай қалады. Біріншіден, оның сыйымдылығы шектеулі. Әрине, кейбір адамның жады мықты болады. Баяғыда заңдарда тұтас бір провинцияның картасын оңғыл-шұңғылына дейін және заңдар жинаған бүге-шігесіне дейін миында сақтауға қабілетті мамандар өмір сүрген. Дей тұрғанмен, мнемонизм шеберінің өзі аттап өте алмайтын шек бар. Заңгер Массачусетс штатының заңдарын жаттап алуы мүмкін. Бірақ Сейлем дуагерінің сотынан бастап, осы штатта өткен сот ісінің бәрін есінде ұстай алмайды. Екіншіден, өзекті жанға түбі өлім. Адаммен бірге миы да және онда сақталған ақпарат та өледі. Басқаша айтқанда, кез келген ақпарат таяу болашақта бірнеше ондаған жылдан соң жоғалып кетеді. Ақпаратты адамнан адамға беруге болады, бірақ ауызша айту барысында оның жарты бөлігі жоғалады немесе өзгеріп кетеді. Үшіншісі, әрі ең бастысы, адамның миы ақпараттың тек белгілі бір бөлігін ғана сақтап, өңдеуге бейімделген. Күнелтіп тіршілік ету үшін ежелгі аңшылар мен терімшілер мыңдаған жануар мен өсімдіктің сұлбаларын, қасиеттері мен құлқын есте сақтады. Олар күзде шегіршіннің түбіне өсіп шығатын тыржыңқы сары саңырауқұлақтың улы екенін, ал соған сыртпішіні ұқсас, қыста емен түбінен қылтиятын саңырауқұлақтың асқазан дертіне ем болатынын білуге тиіс болды. Аңшылар мен терімшілер сондай-ақ тайпаластарының мінез құлқы мен қарым-қатынастарын мида сақтады. Люсия Джонның қыр соңынан қалмай, қырындай бергенінен ығыры шығып, араша тұрар біреуді іздесе, кімге шағынарын түйсінді. Айтпақшы, өткен аптада Джон Мэриді ренжітіп еді ғой. Демек, Мэри бұған жақтасып, Джонға құлшына қарсы шығады. Тұрмыс жағдайлары адам миының эволюциясына ықпал етті. Соның нәтижесінде ол ботаникалық, зоологиялық, топографиялық және әлеуметтік мәліметтердің орасан зор мөлшерін сақтап, өңдеуді үйренді. Ал аграрлық революция нәтижесінде бұрынғыдан да күрделі қоғам қалыптасты. Енді өмірлік маңызы зор мағлұматтың жаңа тұрпаты, математикалық ақпарат пайда болды. Терімшілер қомақты сандарға көп бас қатырған емес. Олардың ешқайсысынан ормандағы барлық ағаштың жемісін санап шығуды ешкім талап еткен жоқ. Сондықтан да адам миы сандарды сақтап өңдеуге бейімделіп үлгермеді. Ал үлкен патшалықты басқару үшін математикалық деректер ауадай қажет еді. Заң низам шығарып, қамқоршы құдайлар туралы мифтерді айту жеткіліксіз, алым салық жинау керек. 100 мыңдаған адамға салық салу үшін олардың табысымен жылжымайтын мүлкі туралы, төленген ақшасы, қарыздар мен айыппұлы туралы, жеңілдіктері мен артықшылықтары туралы ақпарат керек. Бұл миллиондаған байт, соларды сақтап талдау жасау қажет. Осынау орасан мол мәліметтің мәнін түсініп алмай, үкімет өзінің қандай ресурсқа ие екенін, қосымша тағы қандай ресурс жинау керектігін бағамдай алмас еді. Бірақ жыпырлаған сандардың бәрін сақтап, мұқтаж кезінде жаттан екшеп алу, өңдеу қажеттігіне талап келген кезде, адамның миына шектен тыс жүк түсіп, мүдіріп қалады. Мидың бұл ерекшелігі адам ұжымдарының өсіп өніп, күрделену мүмкіндігін елеулі түрде шектейді. Қандайда бір қоғамда адамдар мен дүние мүлік саны шамаға жетуі мұң екен, сол бойда математикалық ақпараттың орасан мөлшерін сақтап, өңдеу қажеттігі туындады. Ал адамның миы оны сыйғыза алмағандықтан кезекті бір жүйе күйреді. Аграрлық революциядан кейін тағы да бірнеше мың жыл өткенде адамзат қоғамы салыстырмалы түрде қарапайым күйінде қала берді, әрі көлемі де ұлғаймады. Бұл мәселені тұңғыш рет оңтүстік Месопотамиядағы мекендеген шумерлер шешті. Онда аңызақ лебі есіп, күн сәулесі күйдірген, құнарлы көң мен тыңайған жазыққа бітік егін шығып, өркендеген қалалар бой көтерді. Тұрғындар саны қарыштай өсіп, олардың іс-әрекетін үйлестіру үшін қажет ақпарат ауқымы да арта түсті. Біздің заманымызға дейінгі 3,5–3,000 жылдар аралығында белгісіз күйінде қалған бір данышпан ақпаратты адам миынан тысқары жерде сақтау амалын, математикалық деректерді өңдеуге арналған жүйені ойлап тапты.
Сол арқылы шумерлер адам миының мүмкіндігіне қойылған шектеулерден құтылып, тек қана қалалар емес, сондай-ақ патшалықтар, тіпті империя құру құзырына ие болды. Аты жөні белгісіз шумер ойлап тапқан деректі өңдеу жүйесі жазу деп аталады. Қол қойған көшім. Жазу көрнекті таңбалар көмегімен ақпаратты сақтау тәсілі. Шумерлер таңбалардың екі түрін пайдаланып, қыш тақталарға үшкір нәрсемен ойып жазды. Кей таңбалар 1, 10, 60, 600, 3600 және 36.000 сандары ретінде көрінді. Олар 10 және 6 еселі есептеу жүйесін үйлестірді. 6 еселі жүйенің кейбір элементтерін тәулікті 24 сағатқа, шеңберді 360 градусқа бөлуді олардан біз мирас еттік. Олардың кейбірін адамдар, жануарлар, тауарлар, жер аумағы, даталар және тағы басқа түрінде таңбалады. Екі түрлі таңбаларды үйлестіре отырып, шумерлер адам миына немесе ДНК тізбегіне сиятын ақпараттан гөрі көп мәлімет сақтай білді. 19-шы сурет. Урук қаласынан шыққан шаруашылық барысы жазылған саз тақташа. Біздің заманымызға дейінгі 3400-3000 жылдар арасы. Көшім сөзі осы салықты қабылдаушы шенеуніктің лауазымын да, атын да білдіруі мүмкін. Бұл оның есімі болса, көшім тарихта аты қалған алғашқы адам. Оған дейін өмір сүргендердің бәрі, неандерталдықтар мен Натуфия мәдениетінің өкілдері де, Шовия үңгіріндегі жартас жазбалары мен Гөпеклі тепедегі ғибадат кешенін жасаушылар да қазіргі заман қиялының жемісі ғана. Ал біз Гөпеклі тепе ғибадатханасын жасаушылар оны кезінде қалай атағанынан мүлде бейхабармыз. Жазу үлгілерінің пайда болуына орай, сол кезде өмір сүретіндердің құлағымен естіп, көзмен көру мүмкіндігіміз пайда болды. Көршілер оны көшім деп дауыстап шақырса, бұл енді мына біз ойлап тапқан есім емес қой. Бір ескерерлік жайт, тарихтағы тұңғыш жазбаны пайғамбарлар, ақын немесе жаулап алушы қолбасшы емес, бухгалтер жазған екен. Осынау бастапқы кезеңде жазу машығы сандармен және деректермен ғана шектелді. Бір кездері ұлы шумер роман жазса, қыш тақталарға түспей қалған. Жазу барысының өзі қыруар уақыт алған. Оқырман қарасы өте аз болған. Осыған орай өте қажет есепшіліктен басқа ешкімнің жазуға уақыт шығындағысы келмеген. 5000 жыл өткеннен кейін бағзадағы даналардың сөзін оқу үмітімен әлгі тақташаларға үңілсек, көңіліміз кәдімгідей құлазып қалар еді. Міне, бізге аман есен жеткен жазбалардың бірі 29086 өлшем арпа, 37 ай көшім дейді. Сірә, бұны бұлай түсіндіруге болатын шығар. 37 айдың ішінде 29086 қадақ арпа түсті. Қол қоюшы көшім. Өкінішке орай, бізге алғаш жеткен осы жазбада философияда, поэзияда, өсиетте, тіпті заң баптары мен патша жеңісі туралы хабарламалар да кезікпейді. Бұлар алым салық төлемін, қордаланған қарыздар мен мүлік иелену жайын тіркеген экономикалық құжаттар ғана. Толық емес жазу үлгісі ауызекі сөйлеу тілінің бар байлығын, мағыналық нәрін бере алмайды. Есесіне, осы әдетте тіл жетпейтін деректерді бұлжытпай сақтай алады. Математикалық белгілер мен бағзадағы шумер сына біліктері сияқты толық емес жазулар өлең жыр жазуға шамасы келмейді. Есесіне, салықтарды тіркеп отыруға өте қолайлы. Математикалық есептемелерден басқа сол дәуірден бір ғана сәл қызықсыздау жазба. Жаттығу ретінде бітікші шәкірттерді әлденеше рет көшіретін сөздер тізімі қалған. Тіпті бітікшінің шәкіртті тауарлар тізбесін көшіргеннен жалғып, өлең жазғысы келсе де ештеңе шығара алмас еді. Өйткені шумерлердің жазу жүйесі толық емес. Жазудың толық жүйесі дегеніміз, ауызекі тілдің бүкіл немесе түгелге жоқ элементтерін көрсетуге мүмкіндік беретін таңбалар жиынтығын білдіреді. Ал толық емес жазу жүйесі адам іс-әрекетінің шектеулі саласына қатысы бар ақпараттың нақты түрлерін ғана беруге жарамды көрнекті таңбалардан құралады. Латын әліпбиі, иероглифтер, брайль қаріптері толық жазу жүйесінің үлгісі. Олардың көмегімен салық жазбаларын жүргізуге,
рецепттер мен заңдарды қаттауға, сондай-ақ замандастар мен ұрпақтарға өлең жолдарын жазып қалдыруға болады. Керісінше, шумерлердің ежелгі жазуы қазір кәделейтін математикалық символдар мен музыкалық ноталар сияқты жазудың толық емес жүйесі болып қалды. 20-шы сурет. Кипуды қолына ұстап тұрған адам. Инка империясы құлағаннан кейінгі испан қолжазбасында бейнеленген. Сына жазуларының өлең жыр жазуға жарамайтынына шумерлер аса қиналған жоқ. Олар жазу таңбаларын ауызша сөзді қаттау үшін емес, ауызекі тілдің шамасы жетпейтін міндетті атқару үшін ойлап тапқан еді. Кейбір мәдениеттер, соның ішінде Колумбқа дейінгі анд өркениеті, өзінің бүкіл тарихында шектеулі екеніне қиналмастан, әрі толық нұсқасын қажетсінбестен, толық емес жазу жүйесін пайдаланып өтті. Анд жазуының шумерліктен көп жағынан айырмашылығы бары сонша, жұрттың бәрі бірдей оны жазу деуге дауаламайды. Ең алдымен, ол бізге үйреншікті қыш тақташаларға немесе басқа да материалдарға түсірілген таңбалары емес. Үндістер мәліметті кипу көмегімен, яғни түйінхат жүйесімен сақтады. Кипу дегеніміз жүннен немесе мақтадан иірілген түрлі түсті жіптердің будасы. Әр жіпке белгілі бір жерден түйін түйіледі. Осылайша, бір кипу бойында жүздеген жіппен мыңдаған түйіншек болуы мүмкін. Түйіншек түріндегі таусылмастай комбинациялар, олардың арақашықтығы мен жіптердің түсі, мысалы салық пен меншікке қатысты сандық деректердің ауқымды көлемін сақтауға мүмкіндік берді. Жүздеген тіпті мыңдаған жылдар бойы қалалар, патшалықтар мен империялар өз істерін кипудың көмегімен жүргізді. Бұл жүйе 10-12 миллион адам мекендеген қазіргі Перу, Эквадор мен Боливия, сондай-ақ Чили, Аргентина және Колумбия елдерінің жер аумағын қамтыған инктер империясында шарықтай дамыды. Кипудың көмегімен инктер ақпараттың ауқымды мөлшерін сақтап, қорытып отырды. Онсыз мұндай алып империяның күрделі әкімшілік жүйесі қызмет атқара алмас еді. Кипу ақпарат сақтаудың соншалықты дәл әрі оңтайлы пішімі болып шықты. Тіпті Оңтүстік Американы жаулап алғаннан кейін бастапқы кезде конкистадорлардың өздері оны жаңа иеліктерін басқару барысында пайдаланды. Бірақ елеулі мәселе туындады. Испандықтар кипудың көмегімен жаза да, оқи да алмады. Сондықтан тұрғылықты мамандарға кіріптарлыққа түсті. Құрлықтың жаңа қожалары бұл жағдай өздерін тұйыққа тірейтінін шапшаң түсінді. Жергілікті тұрғындар өздері жек көретін мырзаларды алдап арбап тонай алды. Испандықтар билігі біршама нығайған бойда кипу қолданыстан шығарылып, жаңа империядағы жазбалардың барлығы латын әліпбиімен және Еуропада қабылданған цифрлармен жүргізілді. Ұзаққа созылған испан басқыншылығынан кейін тым аз кипу аман қалды. Енді олардың жұмбағын шешудің орайы келер емес. Ежелгі кипу оқу өнері жойылып тынды. Бюрократияның кереметі. Андты мекендеушілерден Месопотамия тұрғындарының айырмашылығы ақыр аяғында көңілсіз сандардан басқа тағы бірдеңе жазуға бәрібір талпынды. Біздің заманымызға дейінгі 3000-2,5 мың жылдар аралығында жазудың шумер жүйесі біз қазір сына жазу деп атайтын толық жүйеге жеткенге дейін біртіндеп жаңа таңбалармен молыға берді. Біздің заманымызға дейінгі 2,5 мың жылдың ортасында патшалар әліпбиі жарлық шығару үшін сына жазуды пайдаланды. Абыздар көреген ойларын қаттап, тіпті қатардағы азаматтар да хат жазыса бастады. Шамамен сол дәуірде мысырлықтар төл әліпбиі иероглифтік жазу үлгісін енгізді. Жазудың басқа толық жүйелері Қытайда шамамен біздің заманымызға дейінгі 1200 жыл шамасында, Орталық Америкада біздің заманымызға дейінгі 1500 жылдар шамасында дамыды. Осынау орталықтардан толық жазу жүйесі жаңа пішімге ене, әрі түрлі міндеттерге бейімделе отырып, жан-жаққа таралды. Адамдар өлең жырлар, тарихи хикаялар, романдар, пьесалар, болжамдар мен аспаздық рецепттер жаза бастады. Дегенмен де хаттың басты қызметтік міндеті математикалық деректер болып қала берді, ал бұған толық емес жүйенің өзі жеткілікті еді. Еврей Інжілі, грек Илиадасы, үнді Махабхаратасы,
Будда Трипитакасы, бұлардың барлығы ауызекі шығарма ретінде туындап, адамнан адамға, ұрпақтан ұрпаққа тарап келді. Олар тіпті жазу-сызу ойлап табылмаған күнде де дәуренін жалғастыра берер ме еді? Ал мына салық тізімі мен бүкіл құжынаған бюрократия жазу-сызумен бірге пайда болды. Сондықтан бюрократия мен толық емес жазбалар жүйесі қазіргі кезде де Сиам егіздері сияқты қабыса байланысып жатыр. Жазбалар көбейе түсуіне байланысты әкімшілік мұрағаттар да ұлғая беріп, қосымша қиындықтар пайда болды. Адамдар басында сақталатын ақпаратты іздеп табу қиын емес. Менің миымда миллиардтаған байт қордаланды. Сөйте тұра, Италияның астанасын әп-сәтте атай аламын. Содан соң 2011 жылғы 11 қыркүйекте не істегенімді айтып, өз үйімнің университетке дейін қай жолмен барғанымды жадымда жаңғыртамын. Мұндай міндеттерді ми қалай атқаратыны әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалып отыр. Әйтсе де оның іздестіру жүйесі машинаның кілті қайда екенін еске түсіре алмай сарсаң болған кезде айтпағанда өте тиімді екенін бәріміз білеміз. Ал енді кипуде немесе қыш тақташаларда сақталған ақпаратты қалай тауып жаңғыртуға болады? Әзірше қолымызда 10 шақты, тіпті 100 шақты тақташа бар делік. Оларды бірдеңе қылармыз. Ал мыңдаған тақташа болса қайтеміз? Я, Хамурапи, Зимри Лима, Мари патшалардың замандастарында олардың мыңы болды ғой. Ойша біздің заманымызға дейінгі 1776 жылға сапар шегіңіз. Мари патшалығының 2 тұрғыны егістік танабына бола дауласып қалды делік. Яков оны 30 жыл бұрын Исафтан сатып алғанын айтады. Ал Исаф болса жерді сатпағанын, 30 жылға жалға бергенін, енді өз меншігіне қайтарып алғысы келетінін алға тартып, бет бақтырмайды. Екеуі қызыл өңіштене керісіп, бірін-бірі түйгіштеуге көшеді де, кенет естерін жияды. Елдің кез келген түкпіріндегі жылжымайтын мүлікке қатысты жасалған бүкіл мәмілелер туралы жазбалар сақталатын патша мұрағатына жүгініп, дау-дамайды шешуге болады ғой. Олар мұрағатқа барады. Ол жерде бір шенеунік екіншісіне қудалайды. Біреудің шай ішіп болуына күтуге тура келеді. Бірақ тағы да қайтадан шай ішу, шөптен тұндырылған әрине, басталады. Содан соң 3-ші үзіліс, ақырында олар үйлеріне қайтып, ертең келулерін нұсқайды. Ертесінде мұрағат маманы күңкілдеп жүріп, қажет тақташаны іздеуге кіріседі. Ол есікті айқара ашады да, биіктігі еденнен төбеге дейін жететіндей етіп қаланған бума-бума қыш тақташалар сақтаулы ат шаптырым бөлмеге алып кіреді. Клерктің жүзі түнеріңкі екеніне таңғалатын түгі жоқ. 30 жыл бұрын жасалған мәміле жөніндегі жазбаны ол қайдан таппақ? Таба алғанның өзінде де әлгі тақташа даулы танаптың статусына қатысты соңғы жазба екеніне қалай көз жеткізеді? Ол ештеңе таппаса, Исаф егістік алқабын сатпағанда жалға бермеген де болып шыға ма? Немесе тақташаның табылмауы құжаттың жоғалуы болып есептеле ме? Мәселен, 10 жыл бұрын мұрағатты жаңбыр суы шайып, балшыққа айналып кетуі мүмкін емес пе? Абзалы мәмілені қыш тақташаға сыналап жазу аз, ақпаратты дәл, тиімді әрі дұрыс өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. Ұйымдастырудың белгілі бір амалдары, мысалы, каталогтар, көшірмелеу тәсілі, ксерокспосы қандай жақсы. Тез әрі дәл іздестіру әдістері, компьютердің керегі осындайда. Осы аспаптардың бәрін пайдалана білетін бір тоға әрі ұңғыт мұрағат маманы керек ақ. Мұндай әдістерді ұйымдастыру жазудың өзін ойлап табудан да қиын болып шықты. Археологтар әлі де бірнеше жылда бір рет әлде қандай ұмыт қалған жазу үлгісін тауып алып жатады. Табылған үлгілер арасында Шумердің қышқа бәдіздеп түсіретін жазуынан да көнелері болу әбден мүмкін. Бірақ олар енді еш пайдасы жоқ жәдігерлер күйінде қалады. Себебі осынау жазу үлгісін ойлап табушылар тәртіптеудің, ең болмағанда қажет деректерді іліп алу тәсілдерін ойластырмаған. Шумер патшалығы перғауындар дәуірінің Мысыры, ежелгі Қытай, Инктер империясы нақ осыны ескергендігімен ерекшеленеді. Олар құжаттаудың, каталогтау мен деректерді екшеп шығарудың жосықты жолдарын жасай білген. Бұған қоса бұл мәдени ортада бітікшілерді, есепшілерді, кітапханашылар мен мұрағатшыларды оқытып үйретуден
ақша аяған жоқ. Оқып үйрету оңай шаруа емес еді. Ежелгі Месопотамияда шәкірттердің көшіріп жазуына тура келген жаттығу сақталған. Бұл мәтін осыдан 4000 жыл бұрын оқыған студенттің өміріне үңілуімізге мүмкіндік береді. Мен кірдім де отырдым. Ұстаз тақташамды оқып шықты. Ол айтты: «Мынада бірдеңе жетіспейді». Мені шыбықпен ұрды. Қадағалаушылардың бірі айтты: «Сен неге рұқсатсыз сөйлейсің?» Мені шыбықпен ұрды. Тәртіп қадағалаушы айтты: «Сен неге орныңнан рұқсатсыз тұрдың?» Мені шыбықпен ұрды. Қақпа сақшысы айтты: «Сен неге рұқсатсыз шығасың?» Мені шыбықпен ұрды. Шумер мұғалім айтты: «Сен неге аккадша сөйлейсің?» Мені шыбықпен ұрды. Ұстаз айтты маған: «Сенің қолтаңбаң нашар» деп. Мені шыбықпен ұрды. Ежелгі бітікшілер оқу мен жазуды ғана емес, сондай-ақ каталогтарды, сөздіктерді, кестелер мен қалыптарды пайдалануды да үйренді. Басқаша айтқанда, шәкірттер каталогтардың керек ақпаратты екшеп табу мен өңдеудің тәсілдерін меңгеріп шықты. Ал бұлардың барлығы табиғи ұқсастықтар арқылы түзілетін мидың жұмысына үш қайнаса сорпасы қосылмайтын еді. Жаңа үй алу үшін ипотекалық келісімшарт ресімдеуге банкке зайыбыммен барған кезде есіме ғайыптан алғашқы баспанамыз түседі. Естелік жібі Жаңа Орлеанда өткізген бал айына жалғанады. Ал Жаңа Орлеан қолтырауындар айдаһарларды еске түсіреді. Бұл енді Нибелунг сақинасына тікелей ұласады да, кенет Зигфридтің ариясын ыңылдап айта бастағанымды өзім байқамай қаламын. Ал банк клеркі көзі бақырайып, маған таңдана қарайды. Бюрократияның міндеті бәрін рет-ретімен тап-тұйнақтай етіп, үйдің кепіл хатын бөлек, неке туралы куәлікті бөлек сөреге қоюдан тұрады. Салық декларациясының өз орны, соттан келген қағаздың өз орны бар. Әйтпесе іздеген құжатты қайдан табады? Ал енді бірде-бір сөреден орын табылмағандары ертедегі айдаһар сияқты қоқыс салатын қоржынға кетеді. Бірнеше санатқа жататын сақтау заттарының жайы бәрінен қиындау. Мысалы, Вагнердің музыкалық драмасы. Оны қайда жіберген жөн? Музыка сөресіне ме? Театр бөліміне ме? Әлде жаңа айдар ашу керек пе? Міне, осылайша үнемі жаңа айдарлар қосып, артығын лақтырып, тәртіпке келтіруге тура келеді. Мұндай сөрелер жүйесінде қызметтік міндеттерін атқарушын адамдар адамша ойлауды қойып, бухгалтерлер мен клерктер ретінде ой жүйелеуді үйренуге тиіс. Бағзы заманнан күні бүгінге дейін баршаға мәлім нәрсе, клерктер мен бухгалтерлер адамша ойламайды. Олардың миының орнында секциялар мен жәшіктерге бөлінген мұрағат шкафы тұр. Олар бәрін рет-ретімен сөрелерге қоймаса, өздеріне сеніп тапсырған деректер сапырылысып, шатасып кетер еді. Ондай қызметкерлерден мемлекетке де, компанияға да, олар жұмыс істейтін кез келген басқа ұйымға да ешқандай пайда жоқ. Жазу сызуды ойлап табудың маңызды салдары да осында. Адамдар басқаша ойлап, әлемді өзгеше көзқараспен бажайлауға үйренді. Сандар тілі. 100 жылдықтар өтіп жатты. Деректерді өңдеудің бюрократиялық әдістері адамның табиғи ойлау жүйесінен бірте-бірте алыстап, бұрынғыдан да пәрменді рөл ойнай бастады. Бізге белгісіз сәтте, бірақ біздің заманымыздың 9 ғасырына дейін шешуші оқиға өтті. Математикалық деректерді бұрын соңды кездеспеген жолмен тиімді өңдеуге мүмкіндік беретін тағы бір жазу нұсқасын ойлап тапты. Бұл жазу небәрі 10 таңбадан тұрды. 0-ден 9-ға дейінгі сандарды өрнектеуге арналды. Оларды үнділер ойлап тапқанымен араб сандары деп атайды. Атақ абырой арабтарда қалды. Өйткені олар Үндістанды жаулап алып, жазудың осы жүйесіне шырасқан бойда оның қаншалықты пайдалы екенін ұғынды. Оны меңгеріп, жетілдірді де бүкіл таяу шығысқа таратты. Сол жақтан араб сандары Еуропаға енді. Содан соң тағы бірнеше таңба қосу, алу, көбейту амалы қосылды. Осылайша жаңа замандағы математикалық жазбаның
негізі қаланды. Бұл жазу жүйесі толық жетілмесе де, бүкіл әлемдік жазба тіліне айналды. Мемлекеттердің, жеке компаниялардың, ұйымдардың, институттардың түгелге жуығы мейлі ол араб не үнді, ағылшын немесе норвег тілі ме, бәрібір деректерді жазып, өңдеу үшін математикалық символдарды пайдаланады. Математикалық жазбаға бағынатын кез келген ақпарат мұрағатталып, таңғаларлық жылдамдықпен таратылып, өңделеді. Ал енді қандай да бір себеппен осы тілге аударуға келмейтін нәрселердің бәріне назардан қағыс қалып, ұмытылу қаупі төнеді. Мемлекеттік шешімдерге, ұйымдар мен компаниялардың іс-әрекетіне ықпал еткісі келетіндердің сандар тілін үйренуіне тура келеді. Сарапшылар бұл тілге тіпті кедейлік, бақыт пен адалдық деген абстрактілі терминдерді де аудара білген. Тұрмыс деңгейі, аман-есендікті субъективті сезіну, сенімділік рейтингі. Физика сияқты кейбір білім салалары іс жүзінде ауызекі тілден қол үзіп, миға қонбас математикалық нышандарға бір жола көшіп алған. Тартылыс заңының әсерімен, салыстырмалық теориясына сай, массасының жылдамдығын есептеп шығаруға арналған теңдеу. Мұндай теңдеуге көз түскен бойда маман емес адамдардың көбі жарық сәулесіне арбалған қояндай қайда қашарын білмей қорқып қалады. Бұл интеллекті нашарлығының немесе әуестігі жоқтығының нышаны емес, өте табиғи реакция. Адамның миы сирек жағдайларда болмаса, салыстырмалық пен кванттық механика сияқты категориялармен ой жүйелеуге қабілетті емес. Бірақ физиктерге осынау жазбаға бір қарағаннан-ақ ой қорытып, пікір түйіндеу түк емес. Олар қалыпты адамдар сияқты ой толғамайды. Керісінше, сыртқы жүйелерді деректеу легін өңдеу үдерісіне пайдаланады. Үдерістің негізгі бөлігі баста емес, компьютерде немесе университет дәрісханасының тақтасында өрбіп жатады. Математикалық жазба кейінірек тағы бір тиімді жоғарылау амал, екілік жүйені туындатты. Ол компьютерді бағдарламалық қамтамасыз ету ісінде қолданылады. Ол үшін бар болғаны екі таңба, 0 мен 1 қажет. Қазір мен клавиатурада теріп отырған сөздер компьютерді 0 мен 1-дің әр түрлі комбинациялары арқылы көрінеді. Жазу үлгісі адам санасына қызмет ету үшін жасалды, бірақ оның қожайынына айналып барады. Компьютерлеріміз Homo sapiens қалай сөйлеп, сезінетінін және армандайтынын түсіне алар емес. Біз болсақ, Homo sapiensті машинаға түсінікті сандар тілінде сөйлеп, сезінуге және армандауға үйрете бастадық. Мұнымен тарих аяқталмайды. Жасанды интеллект жөніндегі мамандар тек қана компьютердің екілік жазбаларына сүйенетін және адамды ешқашан керек қылмайтын ақыл-естің жаңа түрін жасауға талпынуда. Матрица, Терминатор сияқты фантастикалық фильмдер екілік код түбінде адам салған бұғауды лақтырып тастайды. Бас көтерген екілік жазбаға адам билігін қайта жүргізгісі келсе, ол бүкіл адамзат тұқымын жойып жіберуге тырысады.